Ayel kişi 4 narsani istese cennetin 8 esigi açıladi. Sonun en birincisi Allah'a şerik koşmasa. Sonun en birincisi Allah'a şerik koşmasa. Namazını okuyduğun bolsa. Namazını okuyduğun bolsa. Kuyovunun töşegini biröde oturgizbasa. Üçüncüsü. Kuyovunun töşegini biröde oturgizbasa. Bu degeni kuyov жоқ кезде ешкімді кіргізбейді. Kuyov жоқ болатын болса, o ешкімді кіргізбейді ол. Birincisi ne eken? Allah'a şerik koşmау. İkincisi namazı bütün bolu. Üçüncüsü kuyovunun töşegine başkanı kirgizbeu. Dördüncüsü kuyovun hurmet kılu. Oşu 4 amalda istesin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Sana cennetin 8 esigi açıladi dedi. Endi hazır qarаңыз, bizdeki түсінбеушіліктің соншалығы әйеліңді қызғанасың ба дейді. Қызғанамыз ба? Қызғанамыз ба біз? Шынымен қызғанамыз ба? Біз мұсылманбыз, біз қызғанамыз біз. Hayvan қызғанады, hayvan. Hayvan қызғанады, hayvan. Biz адамзатпыз ғой біз. Бірақ шайтан лайын қараңыз, со дәреже сондай суретке кірді да, міне Европа қызғанбай жатыр ғой. Тыржалаңыз бейміліл билетіп атыр ғой. Міне шайтан лайын қалай алып келді. Кім айталады менің аталарым әжелерімді қызғанбаған деп. Шайтан лайынның сондай мықтылығын қараңыз, біздің түбімізге жетіп атыр да. Міне осының арқасынан қанша әйел жесір, бала жетім болып атыр. Кеше бір әйел келіп, маған қатты жылады. Өзі неміс әйел екен. Исламды қабылдаған. Қазаққа күйеуге тиген. Сөйтіп 5 уақыт намаз оқиды екен. Жасы 70-тен асып қалған. Balam үйленді. Balam namaz оқитын еді. Бірақ келінім өте бір нашар шықты. Balam барып ағаларын айтты, әкесіне айтты, ешкім тыңдаған жоқ. Сондан балама қиянат қылды. Ақыр балам өлтіріп қойды. Содан балам қамалып кетті. Жылап отырды, ана бейшара. Мен бірақ айттым сонда, сіз жыламаңыз дедім. Сіз сондай ар намысты баланы туғаныңызға жыламаңыз. Сіз жыламаңыз, басыңызды көтеріңіз, сіз жыламаңыз. Сіз сондай ар намысты ұятты баланы дүниеге келден жыламаңыз оны. Қалайша сенің әйелің біреумен төшектес болып жатса, саған біреу қиянат қылып жатса, беймалал аузыңнан сағызыңды өпіріп отырсаң. Алла сақтасын. Мен айтым, сіз балаңызға дұға қылыңыз, Аллахтан сұраңыз. Балаңыздың үлкен қателігі оны өлтіргені. Себебі біз ол ислам шариатында өлтіру хақ, бірақ біз ислам мемлекеті емеспіз. Бұл мынау Пакистанда, Ауғанстанда, Иранда өлтіріп жатыр. Ол бүтін интернет көрсетіп жатыр. Бірақ балаңызда иман бар екен. Оны жауабын беру керек еді. Омен тұру керек емес еді. Ол өлтіру мына біздің Қазақстанның заңы менен өте үлкен қылмыс болған. Өте үлкен қылмыс болған. Сонда болғанын білгеннен кейін сразу не қылу керек, ажырасып біту керек еді. Сол үшін бұл шайтан лайын қараңыз. Біздің әйелдерімізге кірді. Еркектерімізге кірді. Үлкендерімізге кірді. Кішкентайларымызға кіріп жатыр. Бұл шайтаннан сақтану үшін أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم деп тұрып, әрдайым Алладан қорған тілеп жүруіміз керек. Әрдайым Аллахтан қорған тілеп жүруіміз керек. Аллахым күнәмді кешірген, мына шайтанның уасвасасынан, шайтанға құл болып қалудан өзің сақтаған деп әрдайым дуа тілекте болуымыз керек. Себебі шайтан ол ұйықтамайды, біз ұйықтаймыз. Biz şarşayımız, şeytan şarşamaydı. Biz zerigemiz. Şeytan zerikmeydi. Biz hakikatli köre turup,
Mo'min jurmaymiz.